Құда түсуінің үстінен құда түспе дейді. Бәленшенің баласы түгеншенің қызына сырға салғалы жатыр екен, екі жақ кездесейін деп батыр екен дегенде, тәке шустрит етіп өтіп кетуге болмайды. О кісілер қай күні барайын дейді. Келесі сенбі екен, онда біз сәрсенбі барып алайық деп барып алдын орап кетпеу керек. Күтесің. Уақыт өткенде сұрайсың, әй не болды? Өткен ана бәленшенің ұлы бәленшенің қызына сырға салып жатыр. Екі жақ келіспепті. Кетіп па? Я кетіпті. Аяқталып па? Аяқталып. Сол кезде ғана барып әке-шешеңді жібересің. Мына бәленшенің қызына сөйлесіп қайтыңдар. Ал аналарда процесс жүріп жатқан кезде болмайды. Ол харам. Ол жүрмейді, шустрит еттім, биттім, сөйттім деген жағы. Алып қашуда болмайды. Алып қашуда болмайды ол. Әкесінің рұқсаты қыздың рұқсаты болды. Әкенің рұқсатынсыз шыққан қыздың некені бұзып әке қайтара алады. Әке қыздың келісімінсіз әке қызды біреуге күштеп бере алмайды. Міне шариғатымыздың тазалығы, шариғатымыздың қараш кереметтілігі. Ана жігіттің дүниесіне, қызметіне қызын күштеп бере алмайды. Қыз айтатынсы, келіспеймін деді ме, болды, әке күштей алмайды. Ал әке жігітті қаламай тұрып, қыз қалап тұрып шығып кетсе, әкеге айтпай. Ол некен әке бұзып қызды қайтарып алды. Қараңыз, қандай біздің шариғатымыз біздің пайдамызға шешілген нәрсе ғой. Соны біз кейде ақылға сап жереміз, сезімге беріліп кетеміз. Және пайғамбарымыз жоғарыда хадистің жалғасында не деді? Куну ғибадаллахи ихуанан деді. Алланың құлдары бір-бірлеріңе бауыр бол. Неге пайғамбарымыз бірден айтпады, бір-бірлеріңе бауыр болыңдар деп? Жоғарыдағы нәрсе тұрғанда, ауру тұрғанда сен бауыр боламайсың. Көреалмаушылық тұрады екен, сен бауыр боламайсың. Алдап арбайды екенсің, бауыр боламайсың. Кек сақтайды екенсің, теріс айналады, сен бауыр боламайсың. Біреудің саудасын үстіне барып кірседі екенсің, сен бауыр. Осы нәрсенің бәрін жойыңдар, содан кейін бауыр болыңдар деп жатыр. Әл-муслиму ахул муслим дейді пайғамбар. Мұсылман мұсылманның бауыры дейді. Лә язлимуху зұлымдық жеткізбейді дейді. Бір-бірімізге зиянымыз жетпеу керек, құрметті бауырлар. Бір бауырымыз үйінің алдына көлік қоюға болмайды деді ма, қойма. Намазға келгенде артына қыстырып кетпек көлікті. Сен біліп келе жатсың ғой, жұмаға келе жатқанда мешіттің жанында орын жоғын. Сыртқа қойып кет, жаяу кел. Неге? Сенен алдын адам асығып, жұмысқа шығып шығайын десе, кешігіп барған, сені күтіп тұрады ана жерде. Сен қойып кеткенсің, үйші ішінде құшақтасып, селфилетіп жүресің де жаңағыда. Ана бейшара шырылдатып тұрады ана жерде. Мұсылман мұсылманға зұлымдық жеткізбейді. Сен қойып кетпе олай. Намаз өтіп кетсін. Қайтып кеп оқисың ғой. Сондықтан жұма күні лежбі жаңағыдай мешіттің айналасы толып қалатын, жұмыстан машинамен, таксимен шық. Мешіттің жанына түсіп қалады, жаяу келеді, жұмысқа шығасың да, таксиге төлейсің да, қайттан кетіп қаласың. Сол жақсы. Неге? Мұсылманға зұлымдық зиян жеткізуге болмайды. Мына жерде әкелетті кеп дейді. Адамдар көті, сосын шу болады. Сосын мына көршілер не істейді? Арызданады. Сосын омен әғузу билля, астағфиралла деп дауласады ғой сосын жаңа көршілермен жаңа. Сонымен қателік өзімізден біздің. Қателік өзімізден. Тып-тыныш болып тұрсын мешіттің жаны. Мысалы мешіттің жаны 10 ғана машина тұратын орын бар ма? Сол 10-на ғана қой болды. Қалған жер машина қойылмай ма? Қойылмай тұру керек, құрметті ағайын. Шетке қарай көт. Кішкене жүгіріп бас, мен арғай кетіп қала саласын болды. Жолдың арғы бетіне қойып кетіп постау жерге. Жоқ, міндетті түрде міндетті кептеу керек. Және пайғамбарымыз дейді, лә язым зұлымдық қылмайды, яғни зияндық жеткізбейді. Уәлә яғзулуху дейді. Не дейді? Жәрдемсіз қалдырмайды дейді. Мұсылман адам қолынан келгенше жәрдем беру керек. Тіпті ақшамен қосыла алмасаң да, түннің бір уағында тұрып, дәретіңді алып келде, тахажжуд оқып кетті. Мына жерден шықтың, бір адам баласының еміне көмек сұрап тұр. Ақшаң жоқ. Болады ақша болмайтын кез. Бірақ жұмысқа кетіп барасың.
жұмыстан шыққаннан кейін түннің бір уағында мешіт таңға жақын дәретіңді алда келді. Қой, мен мұсылманмын ғой, мынаған қалай көмек бер? Дұғасын жасайын. Келді, дұға жаса. Бағана жұмада менен көмек сұрағанға Алла өзің жәрдем бер, баласының дертіне шипа бер. Мұсылман мұсылманды жәрдемсіз қалдырмайды. Жолда тоқтады ма? Тоқтатты. Бірақ орын жоқ, бауырым, алып кете алмаймын. Болды. Жүре бер. Тоқта, жоқ болса да. Баллонный кілт сұрапты. Жоқ, бауырым, жақсы, жүре бер. Қолыңнан не келеді? Так, кім бар? Звонда. На жолда келе жатқан кім бар? Жамағаттан чатқа жаз. Азеке мен бардым. Азеке дөңгелегім жерде бір кісінің жарылып екен, бір кілт керек екен, тоқтап беріп кетесің. Көмектесуіміз керек. Өйткені пайғамбар мұсылман мұсылманның бауыры жәрдемсіз қалдырмайды дейді. Абыше, біз прикол ұстаймыз. Одан кейін пайғамбарымыз уәлә ягзибуху деді. Бір-бірімізге өтірік айтуға болмайды. Өтірік айтуға не істеуге болмайды? Айтуға болмайды. Тоқалдан келе жатып бәйбішеге ұсталып қалдың ба? Ол басқа жағдай. Басқа жағдай. Басқа жағдайда өтірік айтуға болмайды. Нақ көстесіздер. Басқа жағдайда өтірік айтуға болмайды. Өтірік шариат. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір адам келіп сұрайды ғой, я Расулалла дейді. Мұсылман қорқақ бола ма дейді? Иә дейді. Болады ғой қорқақ адам, Мұсылман сараң бола ма дейді? Болады дейді. Сараң адамдар бар ғой, дұрыс па? Шық бермес шығайбай дейді. Анау Атымтай Жомарт деген бар ғой, бұл арабтарда да бар. Ананың бір атақты сәйгүлігі бопты. Сосын Румның патшасы жіберіпті бәленшеге барып сәйгүлігін алып кеңдер деп. Сосын делегация келеді. Қайдан келдіңдер? Осындай келдік. Бұйымтайымыздар. Кейін айтасыздар. Шай отырып, шай ішіп болып, демалып, бой жазғаннан кейін, ал енді не мақсатта келдіңіздер, бұйымтайларыңыз болса айтыңыздар десе, сенде бір атақты сәйгүлік бар еді, соны алып кетуге келдік дегенді айтады дейді. Ай, бағана келген кезде айтуларың керек, қазір сойып сендерге асып бердім деп айтады. Содан ана ат қалған ғой, Атымтай Жомарт деген. Мұсылман өтірік айтама дегенде жоқ деді пайғамбар. Жоқ. Мұсылман өтірік айт. Сондықтан дана халқымыз не дейді? Өтіріктің арты бірақ тұтам дейді. Қазір мен бір өтірік айтсам, сол өтірікті жабу үшін тағы бір өтірік айтам. Сол өтірікті жабу үшін тағы бір өтірік айтам. Сондықтан дейді, өтіріктің арты бірақ тұтам дейді. Түсіздер ме? Уәлә яхқируху дейді, не демейді? Кемсітпейді. Мұсылман мұсылманды кемсітуге болмайды. Ешқандай бір нәрсемен. Киімімен болсын, жағдайымен. Басқа қатын таппадың ба? Болмайды олай айтуға. Кемсітуге болмайды. Түсіздер ғой? Сондықтан және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ат-тақуа хахуна ва ашара иля садрихи салас. Пайғамбарымыз осы хадисті айтып келді де не деді? Жаңа жоғарыдағы 5 нәрседен тыйды бізді. Бауыр болыңдар деді. Мұсылман мұсылманның бауыры зұлымды қылмайды, жәрдемсіз қалдырмайды, өтірік айтпайды, және кемсітпейді деді. Содан кейін не деді? Тақуалық мына жерде, тақуалық мына жерде, тақуалық мына жерде деді. Тақуалық қай жерде болады? Жүректе, сақалды емес. О, мынадай қойсаңдар айнса жоқ. Ұзартып мойныңа орап қойсаңдар айнса жоқ. Басыңа дәу қып сәлде орабасаңдар айнса. Тақуа о жерде емес өйткені. Тақуа жүректе болады, құрметті бауырлар. Жаңағыдай дерт болса жүрегіңде, ол сапсиған сақалыңнан не пайда сенің? Мен сақал жаман деп отырған жоқпын, жақсы. Бірақ ол тақуалық омен өлшенбейді. Біліп алыңыздар. Тақуалық жүректе болады. Жаңа сақал қойып, басыңа тақия киіп ап, біреуді көре алмай тұрсаң да, не керек бар оның? Алла тағала сенің тақуалыңды сақалың размерімен өлшемейді ғой. Тақуалықтың белгісі
Қарапайымдылықтың, мұсылмандықтың белгісі жаңағы біздің асыл пайғамбарымызға ұқсау, сондықтан бұл атақ үшін қоймайды. Пайғамбарымыз қойған екен, мен де қояйыншы, ұқсайыншы деген мақсатта қойылады. Ана қойып апты, қой мен де қойын. Анау зат, мен де ұзатайын дейтін амал емес ол. Сондықтан бірінші кезекте жүректі тазалауымыз керек, құрметті бауырлар. Машинасын қойып кеткенде шығып жатыр жайлап тақуалық мына жерде дейді, жүректе. Кафа бил мар'i шар дейді, мина шар ән яққыра ахаху дейді. Мұсылман адамның жамандық жасады деуіне жеткілікті дейді. Мұсылман бауырын кемсітсе болды дейді. Біреуді кемсіттің ба, сен жамандық жасады дегенге жеткілікті сол дейді. Жамандық жасасаң жеткілікті дейді. Әл-муслим алал-муслим, күлліл-муслим алал-муслим харамын, дамуху, ғирдуху, малуху деді. Пайғамбарымыз осы хадисінде айтты. Әрбір мұсылманға қаны, малы, ары харам деді. Мұсылманның қаны төгуге болмайды. Малына қол сұғуға болмайды. Арына қол сұғуға болмайды. Адамның арына қол сұғмайды. Адамның арына қол сұғу өзінің туған анасымен зина жасағаннан ауыр деген. Міне осы нәрселерде ықтиятты болайық, құрметті бауырлар. Қайталап айтамыз, бірінші көралмаушылықтан тиді, алдау арбаудан тиді, кек сақтаудан тиді, бір-бірімізден теріс айналудан тиді, бір-біріміздің саудамыздың үстіне саудамен кірісуден тиді, зұлымдық жеткізуден тиді, көмек беру көмексіз қалдырмайды деді, өтірік айтпайды деді, не істеді? Кемсітпейді деді. Және не деді? Арына қол сұқпайды, малына қол сұқпайды, жанына қол сұқпайды. Бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді 5-еу, 4-еу, 3-еу, 12 нәрседен қайтарды. 13 нәрседен. Бір хадисте. Сондықтан құрметті бауырлар, құрметті жамағат, осы хадис бізге жетеді. Үйге жазып қойыңыз. Шығып бара жатқанда жазылып, болмаса кіріп келе жатқанда қабырғаға жазып. Картинка саған сол аят жазып қойсын. Картинка оқып болғанша аят жазып қойсын. Бөлмеңе анау бәйбішенің суретін ілгенше соны жазып қойса дейді. Көралмаушылық жасама. Таңертең ұйқыңнан оянасың, көралмаушылық жасама, жазылып тұрды. Ешкімді алдап арбама. Асханаға кел, кек сақтама. Жақсы қой, насихат қой. Болмайтын бір наклейканы жабыстырып қоямыз. Көлігін ішіне қойып қой. Біреуге зұлымдық жеткізбе. Машинаға отырған сайын есіңе түсіп тұрады. Есің өткен не деді? Еске салу мұсылмандарға пайда береді деді Алла тағала. Міне құрметті бауырлар, Алла баршамызға разы болсын. Бір-бірімізге зияндық жеткізбейік, бір-бірімізді алдап арбамайық, біз бір-бірімізге көралмаушылық жасамайық. Керісінше тілейік, Алла берсін. Берсін иншалла.